Депутат Зайтов Ринат Рифқатұлы. Рахмет, құрметті Ерлан Жақанұлы. Мен негізгі сұрағым мәдениет және ақпарат министріне, енді Айда Ғалымқызы өзі келмегеніне байланысты мен басқа сұрақ Тамара Қасымқызы Дүйсеноваға қойсам деймін. Тамара Қасымқызы, сіз жаңа өзіңіздің баяндамаңызда барлық жоспарланған жұмыстар үкіметтің бақылауында екеніне сендіргім келеді дедіңіз. Мен де сенгім келеді, бірақ сене алмаймын. Өйткені өз сөзіңізде депутаттардың ұсынысы ескерілді дедіңіз. Менің сөзімді қаперін алып жатқан министрлік өкілін әлі күнге көргенім жоқ. Әне күні ең болмаса мәмсіз тоқтатырайық дедім. Оны ешкім ескермеді. Міне бір апта бұрын тағы да Ақтоғай елді мекенінде Жүнісбек Мирхат Талғатбекұлы деген 1994 жылғы жігіт қайтыс болды. Ауруханаға жете алмай. Содан кейін сіз баға 15%-дан аспайды дедіңіз. Бұған да сені қиын. 27 жылға дейін газбен қамтамасыз етеміз дейсіз. Мен бұған мүлдем сенбеймін. Себебі Балқаш ауданы, бір мысал, Алматы облысы Балқаш ауданы Бақанас елді мекеніне осыдан 3 жыл бұрын құбырын бәрін тартып қойған. Құбырлар шіри бастады, газ әлі жоқ. 2 жылда ауылдар, жүздеген ауылдарды сумен қамтамасыз етеміз дедіңіздер. Бұларыңызда өтіріктеу. Өйткені Аягөз ауданындағы қарапайым 3 ауылды сумен қамтамасыз ете алмай отырғандарыңызға 10 жылдан асып кетті. Жайлы мектеп жобасы 369 мектеп салам дегендеріңізге мүлдем сенбеймін. Енді айып етпеңіздер. Астана Алматы тас жолы келесі жылы бітеді дейсіздер. Қалбатау Майқапшағай жолының бітпей жатқанына қанша жыл болғанын білетін шығарсыздар. Осы орайда сұрақ, құрметті Тамара Қасымқызы. Сіздердің мына жоспарлап отырған істеріңіз орындалмай қалса, жауапкершілікті кім алады мойнына? Сіз аласыз ба? Нақты соның фамилиясы, аты жөнін айтыңызшы. Тамара Қасымқызы. Ринат Рифқатұлы, рахмет сұрағыңызға. Жалпы енді үкімет тарапынан ешқандай жұмыс істеліп жатқан жоқ деп айтуға болмайды ғой. Қазіргі менің айтқан мәселелердің барлығын мына менің әріптестерім жадында отыр. Қандай жұмыстар қабылданғандығы, оны қоғамда қалай, жалпы бизнес қалай жасалып жатқандығы, мына рыноктың, нарықтың өзінде көріп отырсыз. Сондықтан барлық мәселе шешілмей жатыр, ешнеше қаралмай жатыр деп айта алмаймыз. Тамара Қасымова, микрофон. Құрметті әріптестер, бүгін сіздердің алдарыңызда үкіметтің 18 мүшесінің 15 мүшесі отыр. 3-бе, 4-бе вице-министр келіп отыр, министрлік жоқ болғандықтан. Мемлекет басшысы да, үкімет басшысы да әрбір министрдің өзінің жаңағы саласы үшін жауапты екенін белгілеген. Сондықтан да қаражат бөлінген, құқық берілген, функциясы қолында. Енді жұмыс істеу, сондықтан әрбір министр өзінің жұмысы үшін жауап берді. Сіздердің алдарыңызда. Ринат Рифқатұлы, тізім сіздің қолыңызда бар, жауапты адамдардың. Соны қараңыз, министрлардың тізімі бар. Депутат Базарбектің микрофонын екінші рет қосыңыздар. Мен сізге мынау фамилиясын, аты жөндерін ата деп тұрмын сізге. Фамилиясын атамасаңыз, мұның жерде әкімдіктері шара жоқ. Неге әкімдер шара жоқ? Бізде тиісті қылмыстық кодекс нормаларымыз бар. Соңыдан да мынау тиісті фамилияларын беріңіз, соң біз жауапқа тартамыз. Ал егер жұмыс істей алмасаңыздар, мынау министрмен қоса біз қуып шығамыз министрліктен. Біз аямаймыз. Жайылымды жерлерді бірінші халыққа қамтамасыз етуіміз керекпіз. Құрметті Бақытжан Жұмабекұлы, бірінші кезекте депутаттық этика деген бар. Сіз қатты кетпеңіз, агрессиясыз сөйлеңіз. Екіншіден, мен жақтап отырғам жоқ. Мұнда бұл бірінші кезекте қойып отырған сұрағыңыз дұрыс. 10 миллион гектарға жуық жер қайтарылды. Бұл бірінші кезекте жер аманаты комиссиясының жұмысы. Солай ма? Солай. Енді оны әр қарай бөлу кезінде әділ бөлініп жатыр ма, әділ бөлінбей жатыр ма? Сол ғой сіздің сұрағыңыз. Ол бірінші кезекте жергілікті әкімдердің, екінші кезекте осы құзыретті органдардың мәселесі, солардың жауапкершілігі. Ол біріншіден. Екіншіден, жер аманаты комиссиясының құрамына бас прокуратурада кіреді. Жер аманаты комиссиясының құрамына жаңағы ауыл шаруашылығы министрлігінің басшылығы кіреді. Жерді ресурстары комитетінің басшысы да кіреді ол комитетке. Депутаттары кіреді. Сонымен қатар қоғамдық біздің белсенділер, қоғам өкілдері де кіреді. Оның басшысының бірісі өзіңізсіз. Сондықтан мен де сізге жалынды сәлем айтқым келеді. Бұл мәселе жер аманаты комиссиясы да осы мәселені ар жағында қалай әділ бөлініп жатыр, соны қадағалауға, бақылауға барлық құзыреті бар. Келістік па? Сондықтан бұл мәселені жергілікті
билік өкілдері де қарау керек. Олардың және де министрліктердің жауапкершілігі. Сонымен қатар жаңағы комиссия жерді қайтарды ма, қалай бөлініп жатыр? Оны сіздерде құзырет бар ғой. Генпрокуратураның өкілдері бар оның ішінде. Оның ішінде жаңағы тағы да айтам, бүкіл мемлекеттік органдардың өкілдері бар. Бірақ сұрақ қойғанда тағы қайталап айтам, Бақытжан Жұмабекұлы, бұл бірінші рет емес. Сізге мен осы регламентті сақтауды қамтамасыз ететін палатаның басшы төрағасы ретінде сізге ескерту жасаймын. Депутат Толықбаев Мақсат Мәлікұлы. Рахмет, құрметті Ерлан Жақанұлы. Менің сұрағымда көлік министрі Марат Кәрімжанұлы сізге. Айтыңызшы, темір жолда қашан тәртіп орнайды? 30 жылдың ішінде темір жолда табыс көзіне ғана айналдырған бұрынғы басшылардың тек қаржы табумен ғана айналысқанын біз жақсы білеміз. Сол ескі Қазақстан өкілдері сөлін сорып, бізге тек қаңқасын қалдырды. Айта-айта жақталды, жылдағы жыр, сапа болса нөл. Совет заманынан қалған ескі вагондар сүйретіліп әлі жүр. Теміржол паркінің 60%-ын тосы шыққан. Министрлік не дейді? 2030-ға дейін жарылқаймыз дейді. Бірақ біздің қтж-ға бәрібір, өйткені шекелері шылқып жүрген менеджерлерге мен айтайын, Қазақстан темір жолының құны көк тиын. 26 жылда жарылтпаған саланы 7 жылда жарылқайды дегенге жан баласы сенбейді. Өйткені үнем айтатындар ертегі, айтатындар аңыз. 2030-ға дейін қалған вагондардың 80% тозып, екі қолды мұрнымызға тығып отырмасымызға кепілдік бере аласыз ба, министр мырза? Терезесі ашылмайтын, кондиционерлер істемейтін, қабырғасында тарақанда жүретін ескі вагондардың өзіне жаз мезгілінде билет таппайсың. Тапсаң бағаның өзі ол қымбат. Сөйте тұра біз билетті субсидиялауға жыл сайын сытырлатып миллиардтарды санап береміз. Пойыздардың жиі кешігетімен айтпай қойын. Кестеден 1-2 сағаттың кешігуі ол біз үшін үйреншікті жайт болып қалған. Сөйте тұра туризмді түлетеміз дейміз. Бізге туристік маршруттарға арналған стратегиялық жоспар керек. Тоқ етер мынау, ескі Қазақстанның мұрасы болып қалған темір жол мәселесін қашан шешесіздер? 26 жыл күттік, әлі қанша күтеміз? Заманауи вагондарға кезексіз, тиімді бағада мінетін күн туа ма бұл қазаққа? Депутат Сәрсенғалиев Нартай Аралбайұлы. Рахмет, құрметті Ерлан Жақанұлы. Менің сауалым премьер-министрдің орынбасары Тамара Дүйсеноваға және ұлттық экономика министрі Әлібек Қуантыровқа. Сауалымның негізі мынау қазақстандықтарды қылқындырып бара жатқан лудоманияға қатысты. Алдымен енді осы құмар ойынның құлқыны туралы ақпарат берейін. Елімізде қазір 350 мыңнан астам азамат құмар ойынның инесіне отырған. 2019 жылмен салыстырғанда өткен жылы құмар ойындармен бәс тігу елімізде 40 есеге көбейген. Ол олма, букмекерлік кеңселердің бір жылдық қаржы айналымы 1 триллион теңге болған. Лудомания дертіне шалдыққан 174 мың жас қазақстандық 36 миллиард теңгеге бәс тіккен. Қазір енді құмар ойын ойнайтындар шетінен қылмыскер болып жатыр. Өткен жылы 157 мыңнан астам қылмыс жасалса, соның 20% құмар ойынға құныққандардың мойнында. Ал суицид жасаған 3676 отандасымыздың әр 5-шісі лудомания дертіне шалдыққан деген дерек келді. Бұл енді лудомания бір адамның тағдырын құртпай тұтас отбасыларды білдіреді. Елімізде ажырасқан әр 10 отбасының 7-еуінде жанжал лудоманияның дертінің салдарынан шыққан. Ал біз енді қалай күресіп жатырмыз? Біз мынау қоғамдық көліктердің сыртын, тұрғын үйлердің қасбетін түгелдей лудоманияның жарнамасына бердік. Дәл осы мәселені мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев та айтқан еді. Енді мәселе айтылды, бірақ биліктің не күтіп отырғаны түсініксіз. Себебі былтыр Аманат партиясының депутаттары лудомания дертіне қарсы заң жобасын дайындады. 50-ден астам түзету бар, үкіметтің қарауына жіберілді. Арада 1 жыл өтті, бірақ айырғы әлі дайын емес. Есеп қисап. Билік кімнің қасқабағын бағып отыр деп сұрағым келеді. Екіншісі, ұлттық спорт алаңдары, көкпар мен бәйгенің барлығы қазір тотализатордың орындарына айналып кетті. Ұлтымызды сақтаймыз деп жүргенде, ұлттық спортымызды құмар ойынның алаңын айналдыру кімге керек болған сұрағым келеді. Осы ұлтымызды, жұртымызды құртып жатқан құмар ойын түгел тоқтататын кез келді ғой, құрметті үкімет мүшелері, құрметті әріптестер. Осы сауалдарға жауап берсеңіздер. Рахмет, жан, салық туралы ескерте кетейін деп едік. Біз мына құмар ойын ұйымдастыратындар үнемі бюджетке салық салып жатырмыз, төлеп жатырмыз деп ақталады ғой. Бірақ 1 жылдық салықтық айналымы, лудоманиямен айналысатындардың 109 миллиард теңге салған екен. Ал бізде бір адамды құмар ойыннан емдеп шығаруға кемінде 500 мың теңге кетеді, 5 айдай уақыт болады. 350 адам бар, 350 мың адам бар десек, бұған 1 жылда 140 миллиард теңге де кетеді екен. Сонда түсетін салығынан емдеуге жұмсайтын ақшамыз көп, оны да ескеру керек деп ойлаймын алдағы уақытта. Рахмет.
Дұрыс. Жауап бересіз ба? Экономика министрінің микрофонын қысқаша жауап. Онда депутат Мұқаев Дәулет Төлетайұлы. Рахмет, құрметті Ерлан Жақанұлы. Менің сұрақтарым өнеркәсіп және құрылыс министрі және де ауыл шаруашылығы вице-министріне арналады. Сұрағымды қысқада нұсқа қоюға тырысам. Біріншісі, құрметті Қанат Бейсенбайұлы, менің қозғайтыным баспана мәселесі. Бұл білесіздер, қазақстандықтардың бас ауруына айналуда, әсіресе соңғы жылдары мәселе күрт шиеленіскендей. Баспана жайлы мәжіліс мінберінен бірнеше ретте көтерген едім. Үкімет тарапынан мардымды жауап болмады. Маған үнемі сырғытпа жауап келеді. Бүгінгі таңда баспана нарығы тұралап тұр. Үй алудың барлық бағдарламалар тоқырауға ұшырады. Өз депутаттық сауалымда бақытты отбасы және шаңырақ бағдарламаларында өзгеріс енгізу, 7-20-25 бағдарламасы бойынша лимитті алып тастау, жас отбасы бағдарламасы жайлы бірнеше ұсыныс айтқан едім. Бұл мәселелер әлі де өзектігін жоғалтқан емес. 7-20-25 бағдарламасы жемқорлықтың ортасына айналуда. Бағдарлама арқылы үй алу үшін пара берушілер де көбеюде, сұраушылар да көбеюде. Ал жастар мәселесінің орны бөлек. Республикалық жастарға арналған мемлекеттік бағдарламаның қажеттігі күн санап артуда. Қанат Бейсенбайұлы, елімізде баспана бағытында қандай жұмыстар атқарылуда? Президентіміз отбасы банктың қызметін қайта қарауды, облыс орталықтарына емес аудандарға, моноқалаларға және ауылдарға басымдық беру керек деген еді. Өзгеріс қашан болады, қашан халыққа тиімді, қолжетімді бағдарлама іске қосылмақ? Дәл осы тарапты пайдаланып 7-20-25-те міне бүгін лимит ашылды, 5 минутта бітті де қалды. Оқырмандардан хаттар келіп жатыр. Бұл не деген сұмдық деп. Менен банк менеджері 1.400.000 сұрады деп. Айжан есімді, Перизат есімді оқырманым жазса, Раушан есімді оқырманым 700.000 теңге сұрады деп мінеки хаттарын жіберуде. Бұл қашан тоқтайды, қашан бір жақты қыламыз бұл бағдарламаны. Енді екінші мәселе Әбілқайыр Ғалымұлы. Президент Тоқаев қазақстандық микрофон, өшірмесеңіздер. Президент Тоқаев қазақстандық субъектілерге протекция жасау жөнінде нақты тапсырма берді. Қазақстандық азық-түлік өнімдері Қосамыз ба? Қосыңыздар микрофон. Екінші мәселе, құрметті Әбілқайыр Ғалымұлы, президент Тоқаев қазақстандық субъектілерге протекция жасау жөнінде нақты тапсырма берді. Қазақстандық азық-түлік өнімдері супермаркеттерге жетпей жатыр, керісінше сауда орындары Ресей, Беларусь өнімдерімен толып тұр. Бұл елдердің ірімшік, шұжық, сүт өнімдері қазақстандық өнімдерден бағасы төмен, яғни олар демпинг жасап отыр деген сөз. Біз отандық өндірушілерді ішкі нарықта қорғай алмасақ, ауыл шаруашылық өнімдерінің экспорты жөнінде не айтуға болады? Отандық нарықты қорғау жөнінде қанды нақты шаралар қолданып отырсыздар, әлде қол қусырып отыра береміз бе? Осы менің сұрақтарым. Рахмет. Әріптестер, регламент сақтауларыңызды сұраймын. Сұрақ қояр алдында бірінші жалынды сәлемімді Тамара Қасымовнаға жолдағым келіп тұр. Тамара Қасымовна, 1-2 жыл бұрын мынау президент кеңесшісі болып тұрған кезінде сізбен видеоконференцияға шыққанбыз. Сонда солтүстік Қазақстан облысының Бостандық деген ауыл бар. Ауыл тұрғындары жайылымды жерлерінен айырылып қалған. Сонда сіз жеке маған және ауыл тұрғындарына уәдеңізді төгіп бергенсіздер. Мен әп-әдемі түк білмегенде енді қазір министрліктің қызметіне отырдыңыз. Сондықтан да мен осы мүмкіндікті пайдаланып сізден ауыл тұрғындарынан жалынды сәлемді жеткізіп отырмын. Енді мен ауыл шаруашылық министріне мен тиісті сұрағым. Біз жер аманаты республикалық комиссиясы нәтижесінде 8,5 миллион гектар жерді қайтардық. Ол жер аманаты комиссиясының үлкен жұмысы. Міне, ол ең біріншіден, ол бірінші қайтарылған жерлер, бұл жайылымды жерлер. Халықтың мал жаю үшін, бірінші ол жайылымды жерлерін қамтамасыз ету үшін. Бірақ та соңғы уақытта біз теріс сигналдарды алып отырмыз. Қандай сигналдар? Мынау біздің қайтарған жайылымды жерлеріміз, жергілікті мынау әкімдер, жемқор әкімдер, оны оңды солды жергілікті олигархтарға және бай қуаттыларға қайттан беріп отыр. Сондықтан да мына жерде отыр ма, мынау Айдарбек Сапаров, білмеймін, жауап берсін. Ол ақпарат бар ма? Ол әкімдер кім? Аты жөндерін бәрін осы жерде атасын. Рахмет.